Квестер, шығармашылық тапсырмалар мен тренингтер. Жаздың басында Бейсен Ахметов атындағы педагогикалық жоғары колледжде оқушыларға арналған жазғы бейіндік лагерь басталды. 1 маусымнан бастап қала мектептерінің оқушыларына арналған танымдық әрі қызықты бағдарлама ұйымдастырылған. Мұнда оқушылар бос уақыттарын пайдалы өткізіп, түрлі бағыттар бойынша білім алады. Бейсен Ахметов атындағы педагогикалық жоғары колледж жанындағы жазғы лагерь тек біліммен шектелмейді. Бұл жұмысты қызықты әрі көңілді өткізеді. Сабаққа колледж оқытушылармен қатар жоғары курс студенттері де қатысып, өз мамандықтарын іс жүзінде сынап көреді. Кто первый соберет 3 ромашки, тот победил. 1, 2, 3, начали! 1 маусымнан бастап қаланың 5-7 сынып оқушыларына арналған бейіндік лагерь жұмыс жасауда. Бұл лагерь 4 бағытта ұйымдастырылды. Атап айтсақ, IT сыныбы, қазақ, ағылшын және орыс тілдері бағыты бойынша. IT сыныбы оқушылардың цифрлық дағдыларын дамытуға бағытталған. Мұнда балалар жасанды интеллектпен танысып, 3D дизайн жасауды үйренеді. Сондай-ақ киберқауіпсіздікке қатысты тренингтер мен тақырыптық квестерге қатысады. Speak Up Shine сыныбында ағылшын тілі ойындар мен шығармашылық тапсырмалар арқылы үйретеді. Бұл тәсілмен балалар сөздік қорын байытып, сөйлеу тілін дамытады. Өнер алды қызыл тіл сыныбында оқушылар поэзия, проза, мақал-мәтелдер мен аңыздар арқылы қазақ тілінде көркем сөйлеуді меңгереді. Ал класс грамматеев сыныбы балаларды сауатты жазуға, тілге деген сүйіспеншілікке баулайды. Лагерь демалыс уақытын пайдалы әрі қызықты өткізуді мақсат етеді. Мамандардың айтуынша, Бейсен Ахметов атындағы педагогикалық жоғары колледж жанындағы жазғы лагерь жай ғана оқу орны емес. Бұл балалардың дағдыларын дамытуға арналған тиімді білім алаңы. Ең бастысы олар бұл жерден оқуға деген құлшыныспен қайтады. Сабина Жолдаспаева, Александра Лябьева, Евгений Олейник, ертіс ақпарат.